Бұдан алдын мәдени кеңістікті кеудесімен қорғап тұрған бір ғана шенеунік бар деп айттық. Ол Өзбекәлі Жәнібек. Өз ағаң зейнетке өз еркімен шыққан соң, өз еркімен тырнақшаның ішінде. Ол позицияны қорғайтын қайраткерлер қалмады. Аласапыран заман дәлме-дәл 10 жылға созылды. 10 жылдың ішінде қазақтың ән, күй, жыр, биі насихатқа жарымай шөгіп кетті. Осы кезде бұл позицияны қорғайтын қазақтың бағына тағы бір азамат туды. Ол Ғалым Доскен. Бұған дейін ол әртүрлі газет-журналда басшы болып, комсомолда мәдени шараларды ұйымдастырушы болған. 2001 жылы материалдық һәм моральдық тұрғыдан тозып кеткен Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрағасы болып тағайындалады. Оның бағына қарай дәл сол кезде мәдениет министрі болып Есетжан Қосыбаев бекітіледі. Мәдени саланың маңызын өте терең түсінетін Ғалым Доскен қазақтың өле бастаған төл өнерін бірден қолға алды. 2003 жылдан бастап ұлттық брендке айналған мың күй, мың ән атты жобалары бірінші рет ұлттық арнадан көрерменге жол тартады. Елеусіз қалған әнші, жыршы, күйшілер негізгі насихат көзіне айналды. Ғалым Доскен мәдени саланы тар ауқымда емес, өте кең диапазонда қамтуды көздеді. Сол жылдары Алматы қазақтары Республика сарайына барып қазақша концерт көруді кәдімгідей ұмыта бастаған. Бұл сарайдың сахнасын Ресейдің арзанқол әншілері мен парсы соғды мәдениетін насихаттайтын өзбек шатыс әншілер билеп төстеп жүрген. Ол кезде қазақтың эстрада әншілері Республика сарайында концерт беріп, ұлттық арнадан шықпақ түгілі Қазақ радиосының эфиріне зар боп қалған. Доскеннің тікелей ұйымдастыруымен 2002 жылдан бастап эстрада әншілерін эфирге қоя бастады. Даңқы жер жарған Музарт тобының 3 жігіті сол жылы бірінші рет эфирден Жайлаукөл кештері әнін шырқады. Ұлттық арнаның тікелей қолдауымен Музарттың 2 әніне тегін клип түсіріп, қарқынды насихат жүргізді. Қазақ радиосының прайм-тайм уақытында жас талантты әншілер міндетті түрде эфирден өтетін болды. Салыстырмалы түрде айтайық. Ұлттық арнадан басқа телеарналар қазақ тіліндегі концерттік бағдарламаның бәрін қасақана түнгі сағат 3-те ғана беретін. Олардың осы кездегі әрекеті не адамшылыққа, не әдепке, не мәдениетке, не дінге, не конституциялық талаптарға келмейтін. Сол кезеңде қазақ ұлты мен мәдениетін осылай қорлау қалыпты саналған. Сол жылдары өзбек пен орыстың арзанқол әншілерін амалдың жоғынан місе тұтып жүрген қазақ жастары бір жылдың ішінде Музарттың фанаты болып шыға келді. Бұдан соң бүкіл эстрада әншілерін тыңғылықты дайындап, 2003 жылдың желтоқсан айында жаңа жылға орай ән мен әнші жобасын іске қосты. Эстрада әншілерінің бағы жанып, шетінен жұлдыз атанатыны осы кез. Бір жылдың ішінде ән мен әнші Қазақстандағы ең танымал жобаға айналды. 2 жылдан соң Республика сарайында Музарттың бір билеті қолда 100 000 теңгеден сатылып жатты. Ол кезде $750 ақша еді. Мұндай сомаға бір билет сатып алу қазақтың байып кеткенін көрсетпейді. Бұл құбылыс қазақ мәдениеті қайта есін жиғанда қазақ тіліндегі құндылыққа өршелене ұмтылуды көрсетіп тұр. 15 жыл бойына мәдени вакуумда тұншығып қалған қазақ халқы ән мен әншінің бүкіл концертін аншлагпен өткізетін. Обалы не керек? Музарттың 3 жігіті артылған сенім мен көрсетілген қолдауды 100% ақтады.
Олар тура мағынасында Ресей мен Өзбек эстрадасының мәдени экспансиясына жұтылып бара жатқан қазақ жастарын құтқарып қалды. Сол жылдары қала қазағын айтпағанда айдаладағы қыр баласының өзі «Руки вверх», «Дискотека авария», «Глюкоза», «Дима Билан», «Иванушки» сияқты орыс эстрадасын құмарта тыңдап, құтырына билеп жүрген. Мұзарттан соң бұлардың бәрі ығысып, еліне кеткен еді. Өлді деген батырым өгіз мініп келіп тұр дегендей, Мұзарт триосы мен жігіттер квартетінен мәдени майданда тас талқан болып жеңілген ресейлік әнші сымақтар біздің маргинал шенеуніктердің намыссыздығынан Астана күнінің құрметті қонағы болып қайта келді. Мәдени майданның эстрада саласында дәл осындай экспансияны 1960 жылдары Досмұқасан тоқтатқан. Олар құрылған жылы қазақша ән айту артта қалғанның белгісі саналатын. Орыс тілінде өлең айту жетіліп жетіскеннің айғағы болды. Қырдан қалаға келген қазақ жастары ана тілінде айтылатын ән тұрмақ қарапайым ақпарат таппай қиналып кететін. Осындай қилы кезеңде Досмұқасанның ұлтшыл жігіттері сахнадан жарқ ете қалады. Бір қызығы, олар өлеңін өзі жазып, әндерін өзі тудырып, орындауды да өздері қатыратын. Олардың мәдени ықпалы Қазақстанды былай қойғанда бүкіл СССР-ге тарап кетті. Ресейдің алыс аймақтарында тұратын орыстар армияға келген қазақ балаларына Алматыдан Досмұқасанның күйтабағын алдырып берші деп жалынып жүретін. Жаппай орыстандыру саясаты қарқынды жүріп жатқанда, жалынды жастардың қазақ өнеріне сұраныс туғызып жіберуі коммунист басшыларға ұнаған жоқ. Олар неге тек қазақша айтасыңдар, орысша неге шырқамайсыңдар деп қыспаққа алып біраз қуғындаған. Бірақ олар қысымға төтеп беріп, мәдени майдандағы позициясын тастап кеткен жоқ. Олардың шедевр әндерін қазақ халқы әсіресе той жиындарда тұрақты шырқап, жиі тыңдап келеді. Адамның хикмет кеудесі үшін тоқтаусыз жүріп жататын мәдени майданның өзіндік шарты бар. Кеудеңе кімнің құндылығы құйылса, соның сойылын соғып шыға келесің. Сондықтан бұл алаңда кітапқа кітап, жырға жыр, әнге ән, биге би, идеологияға идеология қарсы тұрады. Дәл сол сияқты эстрадада жастарды бөтеннің құндылығына жығып берсең, келешектен үмітіңді үзе бер. Ол кезде өз балаң өзіңе шабады. 1991 жылдан 2001 жылға қиын кезең орнап, қазақ мәдениеті сәл мүлгіп кетіп еді. Жастар жағы жаппай қазақ мәдениетін жатсына бастады. Желігі басылып ақылы орныққан деген үлкендердің өзі қазақ әуендерінен алыстап, республика сарайында Парвиз Назаров пен Юлдуз Усманованың ортанқол өлеңдерін сіңіре бастады. Осы кезде сахнаға бірінші болып ғалым Доскен шығып, түбірі мен қирауға айналған эстрада саласын қолға алды. Бұл стратегия өзін ақтады. Ауып бара жатқан жастар 5 жылдың ішінде жаппай қазақ әншілерінің фанатына айналды.